оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз антивирустық қауіпсіздік негіздері мен үздік тәжірибелері. Бүгінгі тақырыпта сіздерді не күтіп тұр? Біріншіден, киберқауіпсіздік әлеміне кіріспе, цифрлық кеңістіктің қауіптері мен мүмкіндіктері. Екінші, вирустар мен зиянды бағдарламалар және олардың негізгі түрлері және әсерлері. Үшіншіден, антивирустық қорғау, бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеу принципі. Қауіпсіздік кеңестері, өз деректеріңізді қорғаудың тиімді жолдары. Болашақ қауіптері, яғни киберқауіпсіздіктегі жаңа трендтер. Ал кеттік. Қауіпсіздік әлеміне кіріспе. Жалпы бүгінгі цифрлық дәуірде киберқауіпсіздік әрбір жеке тұлға мен ұйым үшін өте маңызды. Себебі интернеттегі әрекеттеріміз, деректеріміз, жеке ақпараттарымыз үнемі қауіп астында болады. Киберқауіпсіздік деректерді, желілерді және жүйелерді зиянды шабуылдардан қорғауға бағытталған шаралардың жиынтығы. Және бұлар үшке бөлінеді: жеке ақпараттың қорғалуы, қаржылық деректердің қауіпсіздігі, жүйенің тұрақты жұмысы. Вирустар мен зиянды бағдарламалардың түрлері. Вирустар олар басқа бағдарламаларға еніп, өз көшірмесін жасайтын зиянды кодтар. Трояндық бағдарламалар, яғни антивирустар, пайдалы болып көрінетін, бірақ шын мәнінде зиянды әрекеттер жасайтын бағдарламалар. Және құрттар, желі арқылы тарап, өзін көбейтуге қабілетті бағдарламалар. Ботнет – бұл компьютерлерді құлыптап, ақша талап ететін зиянды бағдарламаның түрі. Антивирустық бағдарламалық қамтамасыз ету қалай жұмыс істейді? Антивирустық бағдарламалар жүйені зиянды кодтардан қорғаудың негізгі құралы болып табылады. Олар бірнеше әдісті қолдана отырып жұмыс істейді. Ең бірінші, қолтаңбаны таңдау. Белгілі вирустардың ерекше кодтарын, қолтаңбаларын іздейді. Екінші, эвристикалық талдау. Жаңа немесе белгісіз қауіптерді анықтау үшін бағдарламаның мінез-құлқын талдайды. Үшінші, нақты уақыт режимінде қорғау. Файлдар мен жүйелік процестерді үнемі бақылайды. Келесі, карантин. Зиянды деп табылған файлдарды жүйеден оқшаулайды. Қорғаудың негізгі қадамдары. Не істеу керек? Ең алғашымен антивирусты орнатуымыз керек. Сенімді антивирустық бағдарламаны орнатып, оны үнемі жаңартып отыруымыз керек. Сосын күшті құпия сөздер, яғни әртүрлі қызметтер үшін күрделі немесе бірегей құпия сөздерді пайдалануымыз керек. Бағдарламаларды жаңартып отыруымыз керек. Деректерді сақтық көшіру. Маңызды деректеріңіздің сақтық көшірмелерін үнемі жасап отыруымыз керек. Фишинг және әлеуметтік инженериядан қалай сақтануға болады? Фишинг деген сөз бұл құпия деректеріңізді алуға бағытталған алаяқтық әрекет, яғни құпия сөздер, банк картасының номерлері. Әлеуметтік инженерия дегеніміз адамның психологиялық факторларын пайдаланып, оны қажетті әрекеттерге итермелеу, яғни бопсалау. Күмәнді хаттарды ашпаңыз. Мысалы, белгісіз жіберушілерден келген хаттарға сақ болыңыз. Мысалы, біздің телефонымызға почтадан болсын, SMS-тен болсын, спам хаттар келетін болса, сізге белгісіз номерлер звондайтын болса, онда ол хабарламаны алмай, ол хаттарды ашпай, өзіңізге сақ болыңыз. Сілтемелерді тексеріңіз, яғни ссылка деп айтамыз ғой қазақша былайша айтқан кезінде. Ссылканы баспас бұрын оның мекен-жайын мұқият тексеріп шығу керек. Ақпараттарды растаңыз. Құпия деректерді сұраған кез келген ұйымға тікелей хабарласып, бұл сұраныстың шынайылығын тексеріп алыңыз. Келесі, қауіпсіздікке арналған қосымша кеңестер мен құралдар. 2 факторлы аутентификация. Яғни бізде қазір көптеген приложениелерде двухфакторная аутентификация деген бөлім бар. Бұл бізде аккаунттарымызды қосымша қорғау үшін 2FA, яғни Two Factor Authentication деп аударылады, айтылады. Және осы мүмкіндікті біз қосып қоятын болсақ, біздің аккаунтымыз, приложениеміз, жеке деректеріміз өте жоғары деңгейде қорғалады. Бренд Malware, яғни желілік трафикті бақылау және рұқсатсыз кіруді блоктау үшін
BrandMauer'ды іске қосып отыруымыз керек. Келесі VPN қолдану. Қоғамдық Wi-Fi желілерін пайдаланған кезде деректеріңізді шифрлау үшін VPN-ді қосуымыз керек. Жеке деректерді қорғау. Әлеуметтік желілерде, басқа платформаларда, приложениелерде, сайтта бөлісетін ақпараттарыңызға мұқият болыңыз. Болашаққа көзқарас, жаңа қауіптер мен шешімдер. Киберқауіпсіздік ландшафты үнемі дамып отырады. Жасанды интеллект пен машиналық оқытудың дамуымен жаңа қауіптер пайда болуда. Бірақ сонымен қатар оларды анықтау, олармен күресу үшін де жаңа шешімдер жасалуда. Жасанды интеллектке негізделген қауіптер, яғни жасанды интеллектті пайдаланатын күрделірек фишинг және зиянды бағдарламалар бар. Кванттық есептеулер қазіргі шифрлау әдістеріне қауіп төндіруі мүмкін. Киберқауіпсіздіктегі жасанды интеллект аномалияларды анықтау және шабуылдарды болдырмау үшін жасанды интеллекттерді қолдану керек. Қорытындылай келе, киберқауіпсіздік бұл үздіксіз процесс. Өзіңізді және жеке деректеріңізді қорғау үшін әрдайым хабардар болуымыз керек. Қауіпсіздік шараларын үнемі сақтап отыру керек. Сіздің қауіпсіздігіңіз ол біздің басты міндетіміз. Сонымен сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар.